Сіздердің 5-ші сынып оқушылары, біз бүгін 5-ші сыныптың Қазақстан тарихы пәнінен 4-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмалары уақыт басында тарихи оқиғаларды хронологиялық ретпен орналастырыңыз дейді. Бізде қарасақ сұрақтар берілді. Мөде Қытай әскерін жеңгеннен кейін хундар мен Han империясы арасында келісім жасалды. Бұл бізде болады 202 және 202, яғни бұл бізде А жауабы болады. Хундар солтүстігі мен солтүстік шығысындағы соғыста ерте түрік халықтары Динлин және Хактстарды бағындырды дейді. Бұл бізде В болады. 203 жыл болады. Han империясы мен хундар арасындағы қақтығыс Ян шайқасымен аяқталды. Нәтижесінде Қытай әскері толық талқандалды. Бұл бізде 90 жыл, яғни С жауабы болады. Мөде шабуылға шығып дунхуларды талқандады дейді. Бұл бізде болады Д 209 жыл. Хундар Юэчи тайпаларының бір жолата жеңді. Бізде болады 165, яғни БЗБ 165 жыл. Контур картада хундардың қоныс аударуының бірінші және екінші толқынының бағыттарын көрсетіңіз дейді. Мінекей қарасақ, бірінші және екінші көшу бізде қарасақ, Зайсаннан Балқаш және Сырдарияға қарай көшкен екен. Ал екіншісі Зайсаннан Ертіс, Тобыл, Жайық, яғни біреуі оңтүстікке қарай көшсе, екіншісі батысқа қарай көшкен екен. Хундардың қоныс аударуының себептері мен салдарын сипаттаңыз дейді. Біз бірінші кесте сызып, себептері және салдары деп жазамыз. Ішкі жанжалдар мемлекеттердің екіге бөлуі. Бірінші бізде Үйсін, Қаңлы, Алан тайпалары араласып, ассимиляция үдерісі басталды. Олар тұрмыс тіршілік, тілі жағынан араласты. Бұл жергілікті халықтардың тұрпатының өзгеруіне әкелді. Монғолоидтық тұрпаттық белгілер көбейіп, еуропоидтық монғолоидтық аралас нәсілдік тұрпаттың қалыптасуы басталды. Сыртқы қысым Қытай дейді. Бірте-бірте олар батысқа қарай жылжып, жолдарында кездескен тайпаларды қозғалысқа түсірді. Сарматтардың әлеуметтік құрылымының ерекшеліктерін олар турақпен байланыстырды. Сарматтардың әлеуметтік құрылымының ерекшеліктерін олар туралы ақпаратпен байланыстырыңыз. Әйелдердің жоғары мәртебесі. Бізде сармат көшпенділерінің археологиялық аймағында қару-жарақ, ат әбзелдері бар әйелдердің қорған қорымдары кездеседі. Екінші, әскери демократия. Патша елді басқаруда әскери қолбасшыларына сүйенді. Әлеуметтік жіктелу қабірдің ішіне қойылған құрал-жабдықтардың, заттар мен бұйымдардың саны мен сапасы әркелкі келген. Бірі қабірде қой сүйектері мен құс жыныстар болса, басқаларында алтын, күміс, қола, әшекейлер, тұрмыстық заттар қоса көмілген. Үшінші тапсырма. Тапсырмаларды орындаңыз. Ұлық жібек жолының пайда болуының алғы шарттарының ішіне маңыздысын таңдап, өз жауабыңызға дәлел келтіріңіз дейді. Лазурит жолы, нефрит жолы, Чан экспедициясы. Бізде ұлы жібек жолының пайда болуына бізде бұл Чан экспедициясы әсер етті. Бұл бізде біздің заманымыздан бұрын 126 жылы Қытайға оралған елші императорға хан мемлекетімен Қытай Азия елдерінің тікелей саудасына түсетін пайда мол екенін жеткізеді. Халықаралық сауданың тиімділігін түсінген қытайлар Шығыс Түркістан, Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан аймақтарын осы тұрғыда біріктіруге күш салады. Екінші сұрақ. Қытай мен Орта Азия ұлы жібек жолы арқылы тасымалданған тауарларды анықтаңыз. Қытайдан Орта Азияға жібек, фарфор, қолайны. Орта Азиядан Қытайға мал, жылқы, қолөнер бұйымдары. Ұлы жібек жолының Қазақстан аумағын мекендеген көшпенділердің тұрмыс тіршілігіне әсері туралы қорытынды жасаңыз. Кем дегенде 2 дәлел. Қорытынды. Ұлы жібек жолы тек халық тұтынатын тауарларды ғана жеткізіп қана қоймай, рухани мәдениеттің дамуына да өз үлесін қосқан. Ол әсіресе ғылым мен өнер салаларында ерекше байқалады. Сонымен қатар осы
жол арқылы миссионерлер өз дін білімдерін де таратты. Так, осымен біздің тапсырмалар аяқталды. Сау болыңыздар.